1299 жыл. Үндістан. Шағатай хандығының ханзадалары Құтлық Қожа мен Темір Бұқа 60 мың атты әскермен Үндістан шекарасына басып кірді. Монғолдардың саны бұл шабуылдың мақсаты жаулап алу болғанын дәлелдейді. Оларға Делидің сұлтаны Ала-ад-Дин Халжи қарсы аттанды. Екі әскер Дели қаласы маңында кездесті. Бұл шайқаста кімдер жеңіске жетеді? Монғолдар Үндістанды жаулап ала алды ма? Каналға жазылып, видеоны соңына дейін көріңіз. Біз оқиғаны басынан бастаймыз. 13 ғасырдың ортасындағы азаматтық соғыстардан кейін Моңғол империясы 4 тәуелсіз хандыққа бөлінді. Олардың ішіндегі ең аз танымалы Шағатай хандығы еді. Алтын Орда, Илханат және Юань империясының ортасында қалған шағатайлықтардың өз бауырлары монғолдардың есебінен емес, кеңеюге болатын жалғыз бағыты оңтүстік. Сол кезде Дели сұлтандығы басқарған Үндістанға қарай еді. Дели сұлтандығы Ауғанстаннан Бенгалға дейін созылған Гуридтер империясының қирандыларынан пайда болды. 1206 жылы Гуридтер билеушісі Мұхаммед қайтыс болғаннан кейін оның ғұламдары, яғни құл жауынгерлері оның империясын бөлшектеп тастады. Ал Гуридтердің Үндістандағы аумағы Делиде орналасқан Шамсуддин Илтутмуштың ұзақ билігі кезінде қайта біріктірілді. Келесі 3 ғасыр ішінде сұлтандықты 5 түрлі түркі ауған әулеті басқарды. Олардың солтүстік шекараларындағы сыртқы саясаты Моңғол империясымен қарым-қатынас арқылы анықталды. Дели сұлтандығы мен монғолдар арасындағы қарым-қатынас 1220 жылдары Шыңғыс ханның Хорезмшах ханзадасы Жалал-ад-Динді қуып сұлтанаттың шекарасына жеткенде басталды. Ұлы ханның неліктен Үндістан шекарасында тоқтағаны туралы келіспеушіліктер бар. Бірақ Шыңғыс хан Иран, Орта Азия және Қытаймен күресіп жатқанда жаңа беймәлім аумаққа басып кіруге қызығушылық танытпаған болуы мүмкін. Шыңғыс хан шығысқа оралып, 1227 жылы таңғұттарға қарсы жорықта қайтыс болды. Илтутмуштың тұрақты билігі кезінде Дели сұлтандығы солтүстік Үндістандағы ең қуатты мемлекетке айналды. Келесі 10 жылдықтарда Дели шекарасында монғолдардың ықпалы артып, 1230-1240 жылдардың соңында Пенджаб пен Синдке шабуылдар басталды. Дели сұлтандары монғолдарды дипломатия және сыйлықтар арқылы тыныштандыруға тырысты. 1241 жылы Бахадур Тайыр бастаған монғол күштері Лахорды, ал 45 жылы Мултанды басып алды. 1250 жылдарға қарай Пенджаб негізінен монғолдардың бақылауында болды. Сұлтан Махмуд Шах уәзірі әрі кейінгі мұрагері Балбанның көлеңкесінде қалып қойды. Ол Делидің монғолдарға қатысты саясатын өзгертті. Балбанның тұсында сұлтандық әлде қайда батыл саясат жүргізіп, Мултан мен Лахорды күшпен қайтарып алды. Балбан Үндістанның таулы шекарасын ауғандардан құралған гарнизондары бар бекіністер салу арқылы нығайтуға тырысты. Сонымен қатар, Балбан 1260 жылдары монғол азаматтық соғыстарынан қашқан монғол, парсы және орта азиялық босқындарды қабылдап, олардың көбіне әскери лауазымдар берді. Бұл Дели сұлтандарына монғолдардың әскери тактикалары туралы білім берді. 1260 жылдардан бастап Үндістанға жасалатын монғол шапқыншылықтары күшейе бастады. Илханат пен Алтын Орда арасында соғыс басталғанда Илхан Хулагу өз әскерінің құрамында болған жошы ұрпақтарының күштеріне шабуыл жасады. Көбісі өздерінің қолбасшысы Негудердің бастауымен оңтүстік Ауғанстанға қашып, Илхан мен Шағатай ханзадалары бақылауға тырысқан жергілікті күшке айналды.
Сол кезден бастап негүдерліктер Пенджабқа жыл сайынғы дерлік шабуылдар жасап тұрды. Балбан Делидің солтүстік Үндістанның көп бөлігіндегі билігін нығайтып, оңтүстікке қарай кеңейді және моңғол тактикасымен күресуде құнды тәжірибе жинақтады. Сұлтандықтың күйреуіне жол бермеді. Алайда 1285 жылы ол қатты соққы алды. Оның сүйікті ұлы әрі мұрагері Лахор, Мултан және Депалпурдың билеушісі Мұхаммед Шах Мултанға жасалған қатыгез моңғол шабуылы кезінде қаза тапты. Балбан өмірінің соңына дейін күйзеліске түсіп, 1287 жылы қайтыс болды. Оның орнына Кейкубат есімді қабілетсіз немересі келді. Солтүстікте моңғол аумағында үлкен өзгерістер болып жатты. Үгедей ханның немересі Қайду ірі саяси тұлғаға және Құбылай ханның қас жауына айналды. 1282 жылы хандықты тұрақтандыру және өз билігін нығайту мақсатында Қайду Шағатайдың ұрпағы Дуваны хан етіп тағайындады. Екеуі Орта Азияны өзара бөліп басқарды. Дува мен оның сүйікті ұлы Құтлық Қожа өз биліктерін нығайтып, 1290 жылдардың соңында қаһарлы негүдерліктерді бақылауға алды және Құтлық Қожа оларға қолбасшылық етті. 1290 жылы Кейкубат өлтіріліп, таққа атақты Делидегі Халжи әулетінің негізін қалаушы Джалаладдин Халжи отырды. Сұлтан болған кезде 70 жаста болған Джалаладдин әскерде қызмет етіп, Балбанның жетекші қолбасшысы және оның немересі Кейкубаттың регенті болған соң билікті басып алды. Ол әскери тұрғыда өте қабілетті болып, 1292 жылы Баррамда моңғол әскерін жеңді. Джалаладдин Халжидің билігі оның әскери қабілетіне қоса мейірімділігімен және жомарттығымен ерекшеленді. Бірақ бұл мейірімділігі оның өршіл жиені Аладдиннің көзіне әлсіздік болып көрінді. 1296 жылы Аладдин Халжи өз ағасын өлтіріп, билікті басып алды. Аладдин Халжи айлакер әрі қатыгез болды және ерекше әскери қабілетке ие еді. Оның билігі Мултан, Синд және Лахорға шабуыл жасаған ірі негүдерліктердің басып кіруімен басталды. Аладдиннің қолбасшылары Ұлық хан мен Зафар хан моңғолдарға қарағанда көбірек әскер жинап, оларды Жаран Манжурда жеңді. Аладдин Халжи өз билігін нығайту және моңғол шапқыншылықтарына қарсы дайындалу үшін бір қатар реформаларды бастады. Оның әскері мен офицерлеріне жалақы қолма-қол ақшамен төленді. Ал сұлтан әскерді әмірлерінің қолына қалдырмай, жеке бақылауына алды. Экономикалық реформалар да жүргізілді. Жалпы моңғолдардың Үндістанға жасаған шабуылдары тонау мақсатындағы шапқыншылықтар болып саналса да, Дели сұлтандығына қауіп төндірген ең елеулі басқыншылықтар Дуваның билігі кезінде болды. 1298 жылы Үндістанға тағы бір моңғол әскері жіберілді. Аладдин Халжидің Ұлық хан бастаған әскері Гуджаратта жорықта жүргенде моңғолдар оларды шабуылдады. Делиде қалдырылған қолбасшы Зафар хан үлкен әскер жинап, моңғолдарды тағы да шекарадан асыра қуып жеңіске жетті. 1299 жылы Дува ханның бұйрығымен оның ұлдары Құтлық Қожа мен Темір Бұқа 60 мың негүдерлік және Шағатай атты әскерімен Үндістан шекарасынан өтті. Моңғолдардың саны бұл шабуылдың мақсаты жаулап алу болғанын дәлелдейді. Дереккөздер Құтлық Қожаның жылдамдықты арттыру үшін ауылдарды айналып өтіп, сұлтандықтың әскері Гуджаратта болған кезде тікелей Дели қаласына соққы беруді көздегенін сипаттайды. Жамна өзенінің бойында Зафар хан Құтлық Қожамен шайқасып жеңіліп қалды және Делиге шегінуге мәжбүр болды. Зафар ханның жеңілгені туралы хабар мыңдаған адамның қорқыныштан үйлерін тастап кетуіне себеп болды. Ал Астана көп ұзамай
босқындарға толды. Енді Делиді аштық, халықтың шамадан тыс көптігі және үрей жайлады. Осы уақытта Құтлық Қожа жақындап келе жатты. Аладдин қалада өз қолбасшыларымен кеңес өткізді. Оған астананы тастап кетуге кеңес берілді. Монғолдар тым көп, тым күшті және оларға қарсы тұруға мүмкіндік болмайтындай тым жақын еді. Алайда Аладдин өз қылышына сеніп, қолынан келгенше әскер жинады. Ол Делиден солтүстікке қарай 25 шақырым жерге шығып, Килиде Құтлық Қожамен кездесті. Дереккөздер Аладдиннің 2700 жауынгерлік пілі, 300 мың әскері болғанын сипаттайды. Бірақ қазіргі тарихшылар 700 пілмен 70 мыңға жуық әскер деген шынайырақ сандарды келтіреді. Бұл 50-60 мың монғолдан бәрібір көп еді. Екі күш те дала әскерлеріне тән стандартты сапқа тұрды. Орталық және екі қаптал. Сұлтан Делидің орталығын Зафархан оң қанатты, ал Ұлық хан сол қанатты басқарды. Ал пілдер үш топтың арасына бір келкі бөлінді. Монғолдар сияқты Дели күштері де атты садақшыларға, жеңіл және ауыр атты әскерге сүйенді. Жамнадағы жеңілісінің кегін қайтаруды көздеген Зафархан бірінші болып шабуылға шығып, монғолдардың сол қанатына соққы берді. Олар оның алдында шегінді. Зафар оларды шайқас алаңынан қуып шығу үшін артынан қуды. Бірақ ол әскердің қалған бөлігінен алыстаған сайын өзінің жалған шегініске алданғанын түсінді. Зафарды Ноян тарағай бастаған Тұтқиылдан шабуылмен қоршауға алды. Сұлтан өз қол астындағының өсіп келе жатқан танымалдылығына деген сенімсіздігі тым күшті болғандықтан айқын ажалға ұшырайтын күшті құтқаруға ешқандай әрекет жасамады. Зафархан өзін өлімге қалдырып кеткенін түсінді. Тастап кетілген және қоршауда қалған Зафар қолға түскенше бар күшін салды. Құтлық Қожа Зафардың батылдығына тәнті болып, оған монғолдарға қосылуды ұсынды. Онда оның ерлігі міндетті түрде бағаланатынын айтып, тіпті оны Дели сұлтаны етуге уәде берді. Зафархан соңына дейін өз сұлтанына адал болып, бұл ұсыныстан бас тартты. Ал Құтлық Қожа оны және оның барлық адамдары мен пілдерін өлім жазасына кесуге бұйрық берді. Осы жеңіспен Құтлық Қожа енді Аладдинді жеңіп сұлтандықты басып алуға дайын сияқты көрінді. Алайда осы сәтте монғол күштері кері шегінді. Шамасы шайқас барысында мүмкін Зафар ханның әскерін өлім жазасына кесу кезіндегі соңғы шайқаста Құтлық Қожа ауыр жараланған. Ол үйіне жете алмай, алған жарақаттарынан жолда қайтыс болады. Монғолдар ханзадасынан айырылып, тағы бір шапқыншылықтан ештеңе таппай қайта оралды. Бұл жеңіліс монғолдардың Үндістанға шапқыншылықтарын тоқтатқан жоқ. Өйткені Ноян тарағай 1303 жылы Аладдин Читтордағы жорықтан қайтып келе жатқанда сұлтанға шабуыл жасады. Онда оның күштері ауыр шығынға ұшыраған еді. Дели маңында оқшауланып, қоршауда қалған шайқас 2 айға созылды. Жақындап келе жатқан жаздың ыстығы мен тығырыққа тірелген жағдай тарағайдың шыдамын сынап, ол да кері шегінді. Мүмкін Аладдинді жеңуге қаншалықты жақын қалғанын білмеген болар. 1304 жылдан 1308 жылға дейін шапқыншылықтар жыл сайын орын алды. Бірақ енді Үндістандағы монғолдардың жеңілмейтіндігі туралы аңыз жоққа шыққан еді. Монғолдар әскерлері шайқаста жеңіліп, олардың қолбасшылары Делиде пілдердің аяғының астында тапталып, қала сыртында монғолдардың бас сүйектерінен тұрғызылған бағаналар пайда болды. Осы кезде бір сұрақ туындайды. Неліктен монғолдар Үндістанда соншалықты сәтсіздікке ұшырады? Делидің монғол тактикасымен таныс болуы негізгі фактор ретінде қарауға болады. Бұл жауынгерлік тәжірибеден, ұқсас әскери үлгілерінен
және моңғол сатқындарының сұлтанаттан пана табуынан туындады. Үндістанның ыстық жазы моңғолдар мен олардың аттарына ауыр тиіп, жайылымдарға әсер етті және моңғолдардың шабуыл жасайтын уақытын шектеді. Ақырында Аладдин мен оның қолбасшылары шебер командирлерге айналды және моңғол нояндарына лайықты қарсылық көрсетті. 1303 жылы Қайду қайтыс болғаннан кейін Дува моңғол хандықтары арасында жалпы бейбітшілік орнатуға тырысты. Тіпті оларға келіспеушіліктерді ұмытып, Үндістанға бірлескен шабуыл жасауды ұсынды. Алайда 1306 жылы Дуваның өлімі Шағатай хандығында ішкі қақтығыстарға әкелді. 1328-1329 жылдары Дуваның ұлы Тармашырын Үндістанға соңғы ірі моңғол шабуылын жасады. Бірақ нәтижесі бұрынғыдай болды. Тармашырын 1331-1334 жылдары қысқа уақыт Шағатай ханы болды. Бірақ оның өлімі және келесі жылдары Илханаттың құлауы Орта Азияны хаосқа ұшыратты және пайда болған саяси вакуум әлдебір Темір есімді барлас тайпасының өкілі сияқты ұсақ әскери қолбасшылар мен таққа үміткерлерге мүмкіндіктер ашты. Моңғолдар Үндістанды жаулап ала алмады. Моңғол империясы туралы серияларымыз жалғасады. Сондықтан арнамызға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.